Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Бүгін сіздерге сүтті құс тортының пирожныйын жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Жұмыртқаны жарып алған соң, қойытылған сүтімізді құямыз. Енді екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек екеуі араласса болды. Енді ертілген сармайымызды саламыз. Сармайымыз қатты ыстық болмау керек, себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сармайды жақсылап араластырып болған соң, құрғақ заттарды бірге біріктіреміз. Қопсытқышпен ұнды, кейін електен өткіземіз. Бұны да жақсылап миксерлеп аламыз. Қамырымыз осындай болып шығады, тым қою, тым сұйық болмайды, орташа болып. Дәл осылай көз мөлшермен 4 бөлікке бөліп алдым. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алдым. Корждарымызды суыған соң пергамент қағазынан ажыратып аламыз, бөлініп қалмауы керек. Мен креміне сахарный пудра және қойытылған сүттен азырақ құйып жүрдім. Қанша грамм екенін осы видеоның астына жазып кететін боламын. Жақсылап араластырамыз. Қою болғанша, осындай қою болады. Көп араластыра беруге де болмайды. Мен крем жақпас бұрын осылай сүтті жағып аламын коржына. Енді кремін жағып, бетін сәндейтін боламыз. Дәл осындай пирожныйдан менде 2 шығады. Сәндеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Кремін жақ болған соң холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Кремі өзіне жақсы сіңгенше. Менде бір пирожныйдан 16 штук пирожный шықты. Жаңа айтып өткенімдей, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетін сәндесеңіздер болады. Шоколадпен немесе осылай түрлі түсті кремдермен сәндесеңіздер де болады.